Кет. Не болды? Шамаң жететін нәрсеге қарасай. Қараған жоқпын мен, құршек. Көріп тұрмын ғой мен, қараған жоқпын. Бүйтші онда. Ары қарап, бері қарап айтшы, қараған жоқпын деп. Болды, айтам не? Қараған жоқ. Отыр қазір. Өтірік айтып тұрсың ғой сен. Бір попытка бар. Көр. Күліп атсың ғой сен. Ырыңдамашы. Қош. Малсың ғой, үйреніп қалдым ғой саған. Көп сөйлеме болды. Сен айфонға бағасың ба? Өзім ақшам алдым. Ары қарап, бері қарап айтшы кәні. Өз ақшам алдым. Не болды? Басынан. Қара. Өз ақшам алдым. Мал екенсің ғой, мал. Құш, ренжідім мен саған вообще. Айта берін. Гринфлаг еді маған. Келіншегі машинасына запчасть көріп жүрмін. Дұрыс. Қатын бергеші, неғып тұрсың ұрбиып. Сен ағылшынша түсі ажыратамайтын бәң. Ред флагсың ғой сен, малау. Не ол? Ой, құрыш. Мына әлі жөнделмеген ғой. Жөнделмей тұрмайды ғой, жүреді ғой сразу. Сен жаңа мастерлермен араласам дедің ғой. Мастармен араласам дедім, мастармен. Бізді 14 анау бір айналдырып, аста кіріп ап. Не алдың? Вип нөмір алып қойдың ба? Полный реттеп қойдым. Рексистан қонақ үйден бір бөлмен ақ қойдым, миллион теңге екен. Жеңгем екеуміз зорынан демалайын деп тұрсыздар. Машинаңыз номерға кеткен. Ана машина. Номердің түрлері көп қоя. Бір жыл айлық алмайсың десеңші. Басеге келдіңіз ба? Айтсаңшы аналарға, мен ит құсап жұмсай бермесін де. Итпен төбелестейтін не әңгіме бұл? Қайсыған өлгірем мен? 40 жаным жоқ қой мен. Сен 40 кредитің бар ғой сен? Не? Ұстаңыз мұнан. Не істейін деп жатсың? Рекс кіріп кетті көршің дейді. Сонымен төбелесем қазір. Басеге бұрынғы қатыңыз келіп кетті ғой сіздің. Қалай бұрынғы? Ажырасатын болдыңыздар ғой, леви тірліктеріңіздің бәрін біліп қойды ғой. Запчастан бөлек аксессуар бар екенін, кассаправ, краска, One Marketте бүкіл сервистің бар екенін бәрін біліп қойды. Сен соны айтып жатсың ба? Ана қыздарды ойындап тұрсыз ба сіз? Оны жеңшем баяғыдан біледі ғой. Ақшаңызға бола жүр ғой. Жеңшем машинада отыр ма деймін? Татуластыңыздар ма? Шықтың ба жұмыстар? Жақсы, аман болыңыз. Алай көзімен қарап отыр ғой. Басеке, ТВ зона жасап бер деген клиентіңіз бар ғой. Қақта жататын білесіз бе соң? Қақта жатады. Зонада жатады деген ғой. Телевизор сұрапты ғой. Телевизорын апарып бердік. ТВ зона болды ғой. Жеңше, бір бөлмеңізді 2 күнде бітіп тұрсыз. Мынау гипсокартонның сыртынан мына панельді жабыстыра саласыз. Болды ғой, проблема шешіліп тұр ғой. Осы витті сыртына қаратылса қалай болады? Ойбай. Шек қарын ба сізге сыртқа қарата салатын? Неғып үйді оңай қарайсыз? Осыны түсіндіру үшін бір бөлмеңізді істеп бердім ғой сізге. Болды ғой уже. Мен рахметің берем ғой. Беріңізші десіз. Қалай інім? Амансың ба? Әдем келдің, ризамын. Қалай? Мына жерден любой панельді таңда, тегін үйіңе істетіп беремін. Тегін ба? Ризамын өзім саған. Неге өйттіңіз? Қатыным ғой мынау. Мал, ұсталды ғой ақыры. Руслан Өтепбайға ұстап беремін деп жүрем. Әдем келдің. Ризамын, міне. Ала ғой, күйеуі болам. Аға, 100 мың теңгеге сауда жасайсыз. Туркияға жолдама ұтып аласыз МК Групптың атынан. 3 қаласын аралайсыз. 5 жұлдыз қонақ үйде жатасыз. Қанша болды сіздікі? 100 мыңға сәл жетпей қалды. Сәл-ақ жетпей қалды. 1000-2000 мыңдай шығар. Өзім ақ төлеймін. Жеңгемен барып қайтыңыз. Ағамдікі қанша болды? Айтып жіберіңізші. 16 теңге. Не айтып жүрсіз? Комуслуга төлейін деп жүрсіз бе? 16 мыңға кассаға бара беріңіз. Аржан есік бар. Дальше құрайсыз. Қызың шлей, байдың қызы. Қалай жақсы отсың ба жан? Жақсы, машинада жатқан отырмын. Таман әңгімені жібересің ғой. Әзілкесің ғой сен. Бәрі айтады, әңгімені жыртасың деп. Күле беремін. Не береді бәрі. Жан айтпақшы үйдегілермен жабылып үй сабадық жедіз. Болмашы жан. Иттің үйі ғой, мен алдап жатсың ғой. Біліп қойдың ба? Ана жыбырлап жүрген нелер? Адамдар ғой кәдімгі өзіміз сияқты. Бәсе ұқсайды ше. Ama kasını tutsun bu ama. Hiç pıskırt ya. Жоқ. Ол жоқ деп жатыр. Шыңғыстан мынандай ойын бар болса ойнай берсей.
өмір бойы андроид ұстап бірден iPhone 17 алған досың. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Шиқол бар ма? Қандай телефон аға? 17 ғой. Қанша алдыңыз аға? 1,5 миллион қалдым ғой. Миллион деген қалай түсіндірсем болады саған? 1 жылдық айлығым ғой сен. Жыбырлап жатқан нелер? Адамдар ғой. Бәсе ұқсайды да. Маған, короче, 4 ламинат, 8 шиқол қапташ. Бересің аға. Бұны бір қолмен істей алмайсың, екінші қолды ұстасай. Абайла. Неге өйтіп жатсыз аға? Адамдар көрмей қалса ше көшеде. Магазин сатылама айтпақшы. Жоқ аға, өзімізге керек. Өзің сатылмайсың ба сен? Жоқ аға, мен де осы жаққа керекпін. Телефонды қайдан алдыңыз аға? Осы Арсен мобилден алдым ғой. Бүгін кредит төлеудің күніңіз екен ғой. Бүгін күн келіп қалды ма? Қазір 1 минут. Алло мама, бүгін телефон кредит келіпті ғой. Төлеп жібересіз ба? Ақшасын төлеп қойдыңыз ба аға? Ақша туралы әңгіме айтпашы маған, бауыр. Давай. Когда братаның дальнобойщик. О, братан кел. Қатын! О, аға ассалаумағалейкум. Қойратшы. О, ассалаумағалейкум. Қойратшы. Яна, братан шақ күн кеткен еді ғой негізі. Соғы қатын сағым қалған ба? Bir апта кетсе алдынан шықса өлтіреді екен да бізді. Не? Ақша беріңізші. Қамады ақша. Қанша таптыз? 310 мың. Ол қаяқта? Жинчен ақ қойды. Айырылысыңыз ғой. Не істеп жүрсіңдер жалпы сендер? Сен не алдың? Оқуыңды бітірдің ба? Сен ше, үйіңді бітірдің ба? Жүре беріңдер сөйтіп. Тұрыңдар, баня аламыз. Кеше салдық қоны. Онда сияш құямыз. Бүгін қойып ұйықтап отырып қой. Үйді сылаймыз онда. Жинчем енді жыл саламыз деді. Бопты. Братан зарядчигіңізді көріп тұрыңызшы. Оны алдыңғы қапта жоғалтып алғам мен. Қалай жүрсіз? Телефон заряд әлі өлмеген ба? Ебать, 75 қапта ол заряд. Қандай телефон братан? Бұл Realme C85 Pro. Суға салсаң да істей береді. Бұның аккумуляторы 7000 мАч сағат. Камерасы 50 мегапиксель. Телефон андай жерге қойып қоямын да, короче, сірендеп бүйтіп отырамын ғой жолда. В общем, зарядчик жоқ қояды. Жоқ. Жақсы балалар, кеттім мен рейске. Осы братан келсе әбіріш жібереді. Үйдің берекесін алып жүреді, шаршады. Жолыңыз болсын деп жатқан ғой. Мәзі күшті болды, иә? Ем, ана мен досым ғой, досым! Еман аңғырды досым деп. О, досым, қалайсың? Жағдай досым, что-то не? Қандай досым? Қандай досың, а? Қандай дос? Қойдың бір дос. Ужас, қыздар, мына косметиканы алып бетім бет емес көт болып кетті. Не деген нашар косметика, әлі таңғалып отырмын. Түрім 60 жастағы әжеге ұқсап кеткен ғой. Қалай ұялмай осындайларды сатасыңдар, Құдай жазаларыңды берсін сендердің. Күйеуім мені танымай қалып үйден қуып жіберді. Енді осы кезде далада отырып не істесем болады?